Армысыздар, құрметті көрермендер, сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазавтожол акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ұлан Әліп. Ұлан Тоқтарбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Күні кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың батыс өңіріне жасаған жұмыс сапары барысында президент осы өңірдегі жол мәселесіне ерекше тоқталып, бұл мәселе оның назарында екенін айта кетті. Осы мемлекет басшысы сөз еткен батыстағы жолдың қазіргі жағдай туралы айтып екенсіз. Батыста енді бірнеше жобалар қазір іске асырылып жатыр. Оның ішінде енді президенттің жеке тапсырмасы алдында елбасымыз барған кезде тапсырма беріп кеткендігін мына Жәнібек, Бөкейорда, Казталов аудандары, үш ауданның арасын облыс орталығымен қосатын бір үлкен жоба бар. Ол жаңағы сол жерде күрделі жөндеу жобасы. Ол жерде жұмыстар басталып кетті. Бір участогінде жұмыс жүріп жатыр. Қалған үш учаскесінде қазір мердігерді анықтап, енді сол мердігер жаңағы сонда көшіп-қону жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ары қарайғы тағы екі участок қалды. Сайқын Өнеге жақтағы сол жобалар қазір жобасы бітіп, енді жаңағы тендерлік жұмыстар жүріп жатыр. Сондықтан ол бағыттағы жолдар биыл жылдың аяғына дейін толыққанды басталады. Ал енді Атырау облысына келетін болсақ, Атырау облысында ең күрделі мәселе бұл Атырау-Астрахан жолы. Атырау-Астрахан жолын мен өзім жақында барып келдім. Жалпы жағдайы қазіргі өте нашар деп айтуға болады. Ол жерде енді баяғы Совет өкіметінің кезеңінде салынған жолдар күтіп ұстауға қазір енді оны қанша күтіп ұстағанмен жаңағы төзім бермейді. Сондықтан ол жерде де биыл қайта жаңарту жұмыстары басталды. Соңғы жағында шекараға жақын жерде 60 шақырым қазір түріктің Синамидастрой деген компаниясы жұмыс істеп жатыр. Одан бері қарай Атырауға дейінгі учаскелерде 271 шақырым учаскеде біз қазір Азия даму банкімен келісімшартқа отырдық. Қаражат бөлінді. Енді жаңағы тендерлік жұмыстар жүргізіп жатыр Азия даму банкімен біздің министрліктің, біздің Қазавтожол тарапынан сол анықталып, биыл сол жерде жұмыстар мердігерлер анықталып, жұмыстарды бастаймыз ба деп жоспарлап отырмыз. Енді ол биыл жұмыс басталып кететін болса, келесі жылдың аяғына қарай біраз жерде шамалы жаңағы жолдың сапасы дұрысталады деген жоспар бар. Енді бер жағында Ақтөбе мен Атыраудың арасында Қандыағаштан ары қарай Атырауға дейін, Мақатқа дейін біраз жұмыстар жүріп жатыр. Онда мердігерлер анықталған. Енді бер жағында Қандыағаш пен Ақтөбенің арасындағы жолда қазір біз жаңа техник-экономикалық негіздеуін бітіріп, ол да Азия даму банкімен келісімшарт жұмыстар жүргізіп жатыр. Ол жерде енді жылдың аяғына дейін мердігерді анықтауды жоспарлап отырмыз. Жылдың аяғына мердігерді анықтасақ, келесі жылы толыққанды жұмыстар сол жерде жүргізіледі. Биыл жалпы республика бойынша қанша жол салынады және қайта жаңартылады? Биыл республика бойынша қазіргі жағдайда 4,5 мың шақырымда жұмыстар жүргізіп жатыр республика бойынша. Бұл енді негізі бұрын-соңды болмаған үлкен ұзақтық. Өйткені мына батыс Еуропа, батыс Қытай жолы салынған кездің өзінде бүкіл қамту 1,5 шақырым болса, қазір 3 есе көп одан. Биылғы жылы 4,5 шақырым. Оның енді биыл біз 594 шақырым жолды пайдалануға береміз. Бұл атап кететін болсақ, Астана мен Павлодардың арасында толықтай бітіреміз. Павлодардан Қалбатауға дейінгі учаскені толықтай бітіреміз. Яғни біздің орталық шығыс Қалбатауға дейін бітеді. Ар жағында Қалбатау мен Өскеменнің арасындағы участок қалады. Одан бөлік Бейнеу Ақжігіт бітеді биыл. Шөче мен Зеренденің арасындағы жол бітеді. Сосын Қарағандының айналма жолы Теміртаудан Қарағанды дейінгі участоктер бітеді. Таскескен Бақтының 20 шақырымы қалған сол бітеді. Жетібай жаңа өзен бітеді. Сосын жаңағы Ақтөбе мен Мақаттың арасында 17 шақырым бір бөлік пайдалануға беріледі. Одан бөлік біз 914 шақырым жолда жаңағы асфальт бетонды толықтай бітпеген, бірақ жаңа асфальт бетонмен 914 шақырым жолда жүріс береміз. Тоқтарбай, мына жаз шықты, күн жылды, енді республикалық маңызы бар тас жолдар қайта жөнделеді. Биылға жоспарларыңыз қандай жалпы? Қанша шақырым жол жөнделеді? Енді бұл жөндеудің әртүрлі сатысы бар.
біріншіден жаңағы қайта жаңарту дейді, реконструкция дейді, ол үлкен жобалар, жаңа мен айтып өткен жобалар. Одан бөлек жаңа мен батыста айтып өткен жаңағы күрделі жөндеу деген бөлік саты бар, одан төменірек. Одан кейінгі жаңа орташа жөндеу мен ағымдағы жөндеу жұмыстары бар. Енді орташа жөндеу жұмыстары бойынша биыл біз 1640 шақырымды қамтып отырмыз. Оның ішінде жаңағы биыл пайдалануға күрделі жөндеумен пайдалануға беретін 68 шақырым жол биыл күрделі жөндеуден пайдалануға беріледі. Ол жаңағы Көлсайдың бағытындағы жол, Кеген Көлсай, Көкпек Кеген Көлсай жолы 35 шақырым, сосын Көкпек Кеген Тюп 23 шақырым, одан кейін Ақшатау, Ағадыр, Ортауда бір 3 шақырым күрделі жөндеу бар. 2 шақырым Екатеринбург, Алматыда, сосын және Қызылорда, Павлодарда 5 шақырым жол бар. Осылар биыл бітеді. Одан бөлек бізде жаңағы көпірлер, 5 көпір, сосын жаңағы жер үсті жаяу жүргіншілер, жүру өткелдері және жаңағы шекаралық өткізу пункттері бірнеше жоспарлануда. Биылғы жылы соны жөндеп бітіреміз деген жоспар. Елбасы Нұрлы жол бағдарламасын 2020-25 жылға дейін созу керектігін айтты. Осы бағдарламаны жалпы жүзеге асыруда қандай жұмыстар атқарылып, және осы жылы жалпы қандай жолдар пайдалануға беріледі жақын арада? Енді біз мен жаңа пайдалануға берілетін жолдардың бәрін айтып өттім, биылғы жылы пайдалануға берілетін. Ал енді Нұрлы жол 20-25-ке келетін болсақ, өткенде Нұр Отан партиясының съезінде елбасымыз осы Нұрлы жол деген бағдарлама жақсы, оны 2025-ке дейін созу керек деген тапсырма берді. Енді бұл бағдарлама дайын, қазір министрліктің тарапынан сол соңғы нелері қалды, бекітіледі. Биылғы жылы ол жерде енді айтып өтетін болсақ, аталған бағдарламаның аясында 12.000 шақырым жол жөндеуге беріледі. Өйткені осы бағдарламаның бізге мемлекетке түсірген кірісі және елге тигізіп жатқан пайдасы өте үлкен, орасан зор. Енді бұны нақты айтып өтетін болсақ, көлік инфрақұрылымы елде жақсарып жатыр, ол белгілі. Сол жолдың маңайында тұратын адамдар көріп жатыр. Магистральдық темір жол желілері, логистикалық инфрақұрылымның өткізу қабілеті қазір арта түсті. Өткен жылы көлік қызметтері 4-6%-ға көтерілсе, еңбек өнімділігі 3-4%-ға өсті. Бағдарламаның іске асыру осы елдің жаңағы әлеуметтік жағдайына үлкен серпін береді деген жоспарымыз бар. Бұл қазіргі көзде осы Нұрлы жолдың жүріп жатқан кезінде, мысалы іске асырылып жатқан кезде біз мынандай, бізде тек жол салу мақсатымыз тек жол салу емес, жол салу енді бірінші мақсат, бірақ жол салудан бөлек осы жолдың бойындағы елді мекендерге барынша көмек көрсету. Мен жаңағы жолға барған кезде мердігерлермен кездескенде, жиындарда барлық жерде осы тапсырманы, біздің министрлік осы тапсырманы беріп жатыр, осы тапсырманы беріп жүрмін. Өйткені біз мердігерлерге мынандай міндет жүктеп отырмыз. Сендер осы тек жол салып қана қоймай, жолдың маңайындағы әлеуметтік жағдайды жақсартуларың керек. Ол не? Ол осы жолдың бойында тұратын ауылдағы адамдарды жұмыспен қамту керек. Ол сол жолдың бойында тұратын ауыл адамдарының бір үйінде бірен-саран жаңағы техникасы болса, жолға тартуға болатын техника болса, соны жолға тарту керек. Жаңа жалға алып, одан бөлек мысалы сол жерде енді мердігерлер барып орналасады, өздерінің базасын салады, жаңа жатақханасын салады, сол жерде ол адамдарды тамақпен қамтамасыз етеді. Сол азық-түліктің бәрі сол ауылдардан алыну керек. Мал еті болсын, басқа зат болсын, соның бәрін ауылдан алу керек, ауылдың дүкендерінен алу керек азық-түліктің бәрі. Содан кейін осы жолға қажетті мысалы жол жұмысшылар істеп жатыр, олардың жаңағы күнделікті тамақ істейтін адамдар бар, кір жуатын адамдар, соның бәрін сол ауылдың адамдарын жұмысқа алып, жұмыспен қамтамасыз ету деген мәселені ылғи көтеріп отырамыз, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бұл енді жолдың тек салынып қоймай, сол жолдың бойындағы үлкен экономикалық, әлеуметтік жағдайды жақсартуға үлкен әсерін тигізу керек деген мақсат. Рахмет. Ұлан Тоқтарбекұлы, студиямызға арнайы келіп сұхбат берген үшін сізге алғыс айтамыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы Қазавтожол акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ұлан Әліп. Аман саулықта жүздескенше.